Қалайсыңдар, достар? Қазір біз мына экрандағы кереметтей екі ұғыммен дұрыстап жақынырақ танысып, және ешқашан ұмытпайтындай, шатастырмайтындай боламыз. Бөлінгіш және бөлгіш. Мына жерде бөл деген сөзден шығады. Екеуі де қазақтың, оны бәріміз білеміз. Не істе, бөл, иә? Ал бөлінгіштің айырмашылығы, мына жерде н деген көріп тұрмыз ғой, бөлін деген. Яғни н қосылған кезде бөлін деген сөз шығады да, яғни сен қазір бөлін, жарай ма? Сен қазір бөлінесің деген сияқты мағынаға жауап береді. Ал бөлгіш дегенде, мына бөлгіш қосқан кезде біз не істе деген сөзден, бөл дегеннен гіш қосқан кезде бөлгіш, яғни бір затты тудырып тұрмыз, иә? Бөлгіш не ол? Ол бір бөлетін зат. Ал енді жақынырақ танысайық дұрыстап. Мысалы мен айталық мен қазір қарбыздың суретін саламын. Иә? Қарбыз болсын. Бұл қарбыз бізде кім болады? Өздерің біліп тұрғандай, қазір бұл қарбыз бізде ненің рөлінде? Бөлінгіштің рөлінде болады. Мұндай бір сабақшасы болады. Әрине бұл бізде бөлінгіш. Неге? Себебі бұл қарбыз қазір бөлінейін деп дайындалып тұр. Жақсы. Ал енді оның қасында мына бөлгіштің рөлінде кім болады қазір бізде? Бөлгіште айтайық осындай бір. Бұл не? Бізде қылыш, иә? Осындай бір керемет өткір қылыш. Бұл қылыш бізде кімнің рөлінде тұр? Бұл әрине қылыш бізде бөлгіштің рөлінде тұр. Түсінді қой, енді бөлінгіш мына қарбыз, яғни бөлінейін деп тұрған зат, бөлінуге дайындалып тұрған. Ал бөлгіш деген мына қылыш болады. Яғни қылыш қарбызды бөлейін деп тұр. Сонда бөлінгіш және бөлгіш деген осы. Енді қарапайым мысал келтірейік тағы да. Айтайық, мысалы мына жерде қарбыздың орнында бір сан тұрсын, 8 деген. Және оны бөлу керек, айталық 2-ге. Қылыштың рөлінде уже бізде 2 болады. Сонда 8 бізде бөлінгіш, бөлінейін деп дайындалып тұр. Ал 2 бізде бөлгіш. Бұл 2 қылыш сияқты мына 8-ді 2-ге бөліп тастайын деп тұр сонда. 8-ді 2-ге бөлсек, шығады бізде 4. Ал шыққан зат не дейміз? Бөліндінің мәні дейміз, иә? Түсіндік қой? Яғни мәні деген сөз бөлгенде неше шыққан? Бізде 4 шықты.